Сәлем достар, қазір мен сіздерге тез дайын болатын майда бермеше қуыруды көрсетем. Етсіз мен каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алла рахмет. Бірінші керек картошкамыз осылай жұқа қылып турап аламыз. Қазанымызға бір уже сығырмаймыз құямыз. Сығырмаймыз қызғаннан кейін картошкамызды сары түске енгенше қуырамыз. Бұған пияз қоспаймыз, себебі пияз күйіп кетуі мүмкін. Кішкене фарш қосып жіберсеңіздер болады. Осылай картошкамыз сары түске енгеннен кейін үстіне майда бермешемізді салып бәрі бірге қуырамыз. Арасында тұз қосып отырасыздар. Майда бермешемізді сары қызғылт түске енгенше қуырамыз. Осылай сары қызғылт түске енгеннен кейін бір ас қасық томат пастасын қосып жібереміз. Майда бермешенің үстіне мұздай су құямыз. Ыстық су құюға болмайды, езіліп кетуі мүмкін. Майда бермешеге мұздай су құямыз. Ал макарондарға ыстық су құйсаңыздар тез пісетін болады. Суымыз көп құймауымыз керек міндетті түрде майда бермешеміз. Су майда бермешелдің астында тұру керек. Сол кезде езілмей әдемі болып піседі, дара болып. Суымыз міндетті түрде вермишельдің астында көрініп тұру керек. Дәміне қарай өздеріңіз ұнаған приправаларыңызды қосып, араластырып, 20-25 минутқа демдеп қоямыз, бетін жауып. Осымен майда бермешеміз піседі. Сіздер де жасап көріңіздер. Менікі осылай пісіп шықты. Ал ас болсын.